Ассалаумағалейкум, құрметті оқушылар. Біздің келесі ұсынып отырған тақырыбымыз логарифмдік теңсіздіктер. Бұл тақырыпта біз логарифмдік теңсіздіктердің бірнеше мысалын, яғни есептердің бірнеше түрін қалай шығаруды үйренеміз. Бірінші оңайынан бастаймыз, ең қарапайым түрі осылай болуы мүмкін. Логарифм теңсіздігі былай шығарылады. 3х минус 4 мынаны жазамыз. Теңсіздік белгісі кіші немесе тең, және 2-ның 3 дәрежесі. 2-ның 3 дәрежесі деген 8. Одан кейін осымен қатар бірден логарифмнің анықталу облысын жазып отырамыз. Оны ұмытып кетуге болмайды. Анықталу облысы деген мына x-ті, яғни жақшаны үлкен 0-ден деп алу керек міндетті түрде. Ары қарай 3х кіші немесе тең, мына минус 4-ті плюс 4-қа өткізсек, қоссақ 12 шығады. Астынан плюс 4. Енді мына 3-ті бөлеміз 12-ке, сонда 4 деген сан шығады. Астында 4 бөлу 3. Сонымен шыққан екі сандар өзіне сызамыз. Мына жерде 4 бөлінген 3 кішісі, одан кейін 4. Енді үлкен кіші дегеніне қарай оң жағын немесе сол жағын бояймыз. Мына жерде кіші 4-тен, яғни 4-тің сол жағын бояу керек. 4 бөлінген 3-тен үлкен, яғни оң жағы. 2 рет боялған жер, яғни 2 рет қиылысқан жер есептің жауабы. 4 бөлінген 3-тен 4-ке дейін есептің жауабы. Бесінші мысал. Тағы да алдыңғы мысалдағыдай есеп, бірақ негізі бірден кіші болғанда теңсіздіктің ауысатынын ұмытып кетпеңіздер. Мына жерде қысқартамыз, бірақ 0,12 деген бірден кішкентай болғандықтан мына теңсіздік таңбасын ауыстырамыз, өзгертеміз. 3 азайту x. Одан кейін анықталу облысын ұмытпаймыз. 3х минус 1 үлкен 0-ден, және 3 минус x үлкен 0-ден. Ары қарай. Мына жерде минус x-ті мына жаққа плюс x өткізсек, 4x болады. Минус 1-ді плюс 1-ға өткізсек, 4 болады. 4-ті 4-ке бөлгенде 1 деген сан шығады. Бұл біріншісі. Енді екіншісін шығарамыз. Екіншісінде 1 бөлінген 3 болады. Үшіншісінде x-тің алды минус болғандықтан оны мына жаққа өткізейік, теңсіздіктің мына бетіне плюс болу үшін. Мына жақта 3 тұра береді. Сонымен үшеуінде таптық, енді бұларды сызу керек. Ең кіші сан бұл жерде 1 бөлінген 3, одан кейін 1, одан кейін 3. Бірден кіші деген бірдің сол жағы боялады. Одан кейін 3-тен 1-ден үлкен. 3-тен 1-дің оң жағы. Плюс шексіздікке дейін бояймыз. Енді мына жерде x кіші 3-тен. 3 деген саннан кіші, яғни оның сол жағы. Осы жерден енді мына жерде 3 болғандықтан 3 рет қиылысқан, яғни 3 рет боялған жерді табамыз. Сол 3-тен 1-ден 1 бөлінген 3-тен 1-ге дейін. Жоғарыда 2 рет боялды, астында 1 рет. Яғни осы жер есептің жауабы жазамыз. 3-тен 1 жай жақша, 1 деген тік жақша, өткен астында қатаңдық белгісі бар. Есептің жауабы. 11-ші мысал. Логарифм 2 негізді квадрат x қосу 2 логарифм 2x минус 3 үлкен 0-ден. Дискриминантқа берілген есеп. Біз логарифмді a деп айнымалы енгіземіз. Сол кезде мынандай теңсіздік шығады. a квадрат қосу 2a минус 3 үлкен 0-ден. Осы жерден дискриминантпен a1, a2-ні тауып аламыз. Одан 1 және минус 3 деген сан шығады. Шыққан a-ны қайттан a-ның орнына қоямыз. Логарифм 2-де x тең 1 десек. Онда x тең 2-ның 1 дәрежесі 2 шығады. Одан кейін логарифм 2-де x тең минус 3 дейміз. 2-ның минус 3 дәрежесі 1 бөлінген 8. Қандай сан шығатындарын таптық. Енді оны былай стрелкаға саламыз. 1 бөлінген 8 және 2 деген сан. Плюс, минус, плюс. Үлкен болғандықтан плюс аралықты бояймыз. Логарифмнің кез келген есебінде анықталу облысын ұмытып кетуге болмайды. Мына x-ті
үлкен деу керек 0-ден. 0 деген 1 бөлінген 8-дің алдында тұрады. Үлкен деген 10-ға қарай боямыз. Сонда 2 рет қиылысқан жер есептің жауабы 0-ден 1 бөлінген 8-ге дейін және 2-ден плюс шексіздікке дейін 2 рет боялып тұр. Есептің жауабы. 15-ші мысал. Есептің берілгені логарифм квадрат x плюс логарифм 2-ден 1 негізі x минус 2 кіші немесе тең 0-ден. Яғни дискриминантқа келетін түрде берілген. Бірақ ол үшін негіздер бірдей болу керек, сондықтан бірдей бірінші жазып аламыз. Логарифм 2 негізді квадрат x. Мынаны 2 негізге келтіру үшін 2-ден 1 деген 2-ның минус 1 дәрежесі, яғни алдындағы таңбаны өзгертсек болды. Плюсты минус десек, бұл 2-ге келеді. Енді барып біз логарифм 2x-ті a деп айнымал енгіземіз. Логарифм квадрат деген a квадрат, логарифм деген a минус 2 кіші немесе тең 0-ден. Дискриминант 1 плюс 8, 9, 1 плюс минус 3 бөлінген 2, бұл жерден 2 және минус 1 шығады. Шыққан a-ның мәндерін жаққа қоямыз қайтан. Логарифм 2x тең 2 дейік бірінші. X тең 2-ның 2 дәрежесі 4-ге. Одан кейін логарифм 2x тең минус 1 деген сан шықты. 2-ның минус 1 дәрежесі 2-ден 1. Шыққан сандарды былай жазамыз. 2-ден 1 және 4 плюс минус плюс. Так, бұл жерде кіші деген таңба, сондықтан минус аралықты боямыз. Логарифмнің анықталуы ұсынытпау керек. X үлкен 0-ден. 0 деген 2-ден 1-дің алдында болады, үлкен болғандықтан оң жағын боямыз. Логарифм анықталуы болса жауапқа әсер еткен жоқ. Жауап 2-ден 1-ден 4-ге дейін 2 рет боялған жер. 2-ден 1-ден 4-ге дейінгі аралық.